Саламатсыздар ма, студенттер? Саламатсыз апай. Саламат. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Жақсы. Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды ерекше қылып өткізгіміз келіп отыр. Себебі сабағымыздың тақырыбы отбасы аясында болғандықтан бинарный сабақ түрінде өткізгіміз келіп отыр. Бұл жерде менің әріптесім ағылшын пән оқытушысы Зульфия Қуанышевамен бірлесіп осы сабақты бастағымыз келіп отыр. Жалпы өздерің білесіздер, өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру, оны жүзеге асыру мақсатында. Бүгінгі тақырыбымызды отбасы аясында деп арнайы алып отырық. Жалпы өздерің білесіңдер, ол тіл халқымыздың ең басты қазынасы. Бәсекеге қабілетті болу, рухани бірлікті нығайту мақсатында осы сабағымызды бастағымыз келіп отыр. Good morning, dear students. How are you? I am glad to see you. And now let's begin our lesson. The theme of our lesson is within the family. Гүлмира? Рахмет. Ал енді студенттер, онда бүгін біз керемет бір ғажайып әлем туралы әңгімелесеміз. Қалай ойлайсыңдар? Ол қандай әлем болуы мүмкін? Әрине, ол өзіміздің отбасымыз. Демек, бүгінгі жаңа тақырыбымыз отбасы аясында өрбиді. Жалпы мен сіздерді бүгін сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Жас ұрпақты адамгершілік рухани дамытуда отбасының тәрбие мүмкіншіліктерін пайдалану арқылы отбасы құндылықтарының рөлін насихаттауға және бекітуге мүмкіншілік ету. The purpose of the lesson to promote the role of family values in the moral and spiritual development of the younger generation through the use of educational opportunities of the family development. Құрметті студенттер, онда сіздермен бүгін жоспар бойынша таныстырып өтейін. Жалпы отбасы туралы түсінік, отбасы құндылықтары және шығармашылық ізденістер. Өздерің білетіндей, 2020 жылы әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби атамыздың 1150 жылдығы мен Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтеді. Осы орайда мен Абай атамыздың отбасы адам баласының өсіп өнер алтын ұясы деген нақыл сөздерінен бүгін сабағымызды бастағым келіп отыр. Сонымен қатар Қазақстанның бірінші ханымы, өз-өзі тану пәнінің негізін қалаушысы Сара Алпысқызы Назарбаеваның отбасы және бала тәрбиесі туралы ой пікірі. Жалпы отбасында, мектепте, қоғамдық орындарда, үлкендер мен бала арасындағы сыйластық, махаббат пен мейірімділік, шапағат шуағы мен ізгілік нұрына бөленуі тиіс. Өйткені біз баланы адал еңбек етіп, елін, халқын сүюге тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан ұл қызымызға көзбе-көз айтқан сөзіміз, берген тәрбиеміз жүректен жүрекке жетсе қандай ғанибет. Келесі кезегіміз біз сіздермен бірге сабағымызды ойланайық, пікірлесейік. Демек, бұл кезеңде сіздерге отбасы туралы бірнеше сұрақтар қойылады. Ойларыңызды ашық, еркін айтуларыңызға болады. Бірінші сұрақ, қалай ойлайсыңдар? Жалпы отбасы дегенді біз қалай түсінесіңдер өздеріңіз? Отбасы бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Рахмет. Келесі. Қыздар. Отбасы дегеніміз адам баласының өсіп өнер, қанат жайып түгел ұшатын ұясы. Отбасыда адам тәрбиеленеді, жақсы мен жаманды, оң мен солды ажыратуды үйренеді. Рахмет, керемет. Несі, мама? Я Шұғла, айта ғой. Отбасы дегеніміз жалпы адамдар туған қанына байланысты емес, ода адамға қаншалықты жақын және әрдайым жанында болатын, не болса да қолдап жүретін адамдар. Ол сенің анаң болмаса да, әкең болмаса да, туған әпке қандасың болмаса да, әрдайым жанында қолдап жүретін адамдар, ол отбасы болып саналады деп ойлаймын. Рахмет, көп-көп. Келесі сұрақ, отбасы қандай болу керек? Менің ойымша отбасы бір-біріне ынтымақтастық және сенімді болу керек. Айта ғой. Әйгерім? Отбасы ынтымағы жарасқан, сыйластықтары мол, бірін-бірін сыйлай білетін болу керек. Рахмет, жақсы. Келесі, сіздің отбасыңызда ең басты құндылық қандай?
Біздің отбасымызда дәстүрлі және тәрбиелі отбасылық құндылықтары жүреді. Онда бізді ата-анамыз бізге үлкендерге құрмет және кішілерге ізет, бір-бірін түсінуді үйретеді. Көп рахмет сіздерге, қыздар. Отбасы дегеніміз ол бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы, балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын, некелік немесе туыстық қатынастармен байланыстыратын адамдар тобы. Жалпы отбасы менің жүрегім, отбасы менің тірегім, отбасы менің отаным, тек сен деп соғар жүрегім дегендей, отбасы ол болашақ ұрпақ бойына адамзаттық құндылықтар мен және ұлттық рухани байлықтарды сіңіретін тәрбие ошағы болып табылады. Зүлфия Қуанышова, сөз өзіңізде. Рахмет. Meaning of the word family. Family, a social group living in kinship with each other, with a common home, economic cooperation, organized for the purpose of procreation. Family means having someone to love you unconditionally in spite of you and your shortcomings. Family is loving and supporting one another even when it's not easy to do so. Family isn't just important, it is what is most important. Рахмет. Келесі енді тоқталатын болсақ, ол отбасы құндылықтары. Жалпы отбасы құндылықтары дегеніміз не? Бірін-бірін сүйіп тұрған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе жатқан салт дәстүрлер. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Бұдан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды 3 топқа бөледі екен. Олар дәстүрлі, қазіргі және тәрбиелі отбасылық құндылықтар. Family values, what does it mean? Several well-known online dictionaries define family values as the following: the moral and ethical principles traditionally upheld and passed on within a family, as fidelity. Ал енді, құрметті студенттер, енді сіздермен бірге топтық жұмыс жасаймыз. Немесе қазір сіздерді секционный залға бөлеміз. Бұл жердегі тапсырмаларды дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Бірінші тапсырма мақал-мәтелдер, екінші тапсырма отбасы, кластер құру немесе жаңбыр тақтасымен жұмыс. Үшінші тапсырмамыз бұл мәтінмен жұмыс, полиглот. Көп сөз білсең көкжиегің кең болар. Көп тілдікті қолдану негізінде өзге тілдің бәрін біл ойына бұл жерде сіздер орыс тілі, ағылшын тілі әріптермен жазып көрсетесіздер. Ондай болса іске сәт сіздерге. Қазір сіздерді секционный залға бөлеміз. Бір-бірімізбен обсуждение жасаймыз. Жаңа қаралмасамыз бір-бірімізбен. Апай, біздің топта мақал-мәтелден бастасақ. Так, бірінші топ па, екінші топ па? Бірінші топ. Бірінші топ, бастаңдар онда. Мен Амантай Шахноза отбасы туралы мақал-мәтелдер айтамын. Баста ғой. Отбасындан айран айдағы ел. Отан қуат, отбасы шұбақ. Керегі басы сайын бала бар. Отбасының бас кетсе, қазаннан ас кетеді. Отбасының өрт солма. Қалғанын басқа қыз жалғастырады. Айта берейін ба? Отан отбасыдан басталады. Анаға қарап қыз өсек, әкеге қарап ұл өсек. Әке көңілі балада, бала көңілі далада. Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Отан қуат, отбасы шуақ. Ой, керемет, Мөлдір, рахмет. Аделя. 25-20 топ. Вся семья вместе, так и душа на месте. В семье дружит, живот и не тужит. Согласие далат, в семье клад. Ердің анасы, елдің анасы. Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Бала ананың бауыр еті. Үй ішінен жау шықса, тура қашып құтылмасын. Рахмет, көп-көп. Керемет. Екінші тапсырмамыз ол отбасы, кластер құру. Немесе жаңбыр тақтасымен жұмыс берілген еді. Сіздерге тапсырма. Ал енді көрсетіңіздер. Апай, айта берсем бола ма? Біздікі дайын. Аха. Біз бақыт тобының мүшесімін. Ашымет Аминисаппын. Біз отбасы, менің тақырыпты таңдадық және мен сіздерге түсіндіріп беремін.
Отбасы бұл қазіргі күндегі жарық дүниеге келгенде сені сүйіспеншілікпен өз ортаға алып, сені әрқашанда қорғап жүретін адамдар тобының мүшесі. Камола, жаңбыр тақтасымен істедің бе? Иә, істедім. Көрсетшкен жаңбыр тақтаңды. Қалай жасадың? Өте керемет. Рахмет, Камола. Отбасы мейірімділіктен, сүйіспеншілік, бақыт пен татулықтан тұрады. Жақсы, рахмет, Камола. Так, енді үшінші тапсырма, мәтінмен жұмыс, полиглотты біз бөліп алған едік, апай, үшеуін мен айтам. Дұрыс. Отан, родина, homeland, отбасы, семья, family, сыйластық, уважение, respect. Молодец. Happiness, махаббат, бірлік, единство, unity. Өте керемет. Келесі. Гульмира Менна, Да. вы знаете, вот, уважаемые студенты, вот в нашем колледже, как и в других учебных заведениях, приветствуется трехязычие. То есть это государственный язык, русский язык и английский язык. Студенты, вот знание английского и русских языков, оно как бы тоже немаловажно в вашей профессии. Вот мы для этого разработали вот задание полиглот, чтобы вы расширяли свои навыки. Поэтому мы дали вам задание на русском, на казахском, чтобы вы могли перевести на русский и на английский. Молодцы, девочки, они с этим очень хорошо справились. Now I want to hear from you what in your understanding means the values of the family. And I want, and who will tell a short verse of story about the meaning and value of the family. My family is special, and I will tell you why. We play and we work, we laugh and we cry, we tease and we argue, we have every week, but the best reason is my family is Aniku. Oh, молодец. Thank you very much. My family. I have a small family. I have good parents, elder brother and younger brother, and me. My father name is Shavkat. He is a manipulator. My mother name is Zulfiya. She is educator. She works at the kindergarten. My older brother is a student, and my younger brother studies at school. I love my family. Thank you very much. Thank you for your answers. You told about your family and about how much you love your family and how much you are proud of your family. Родская душа дня, Анна Асоль. Мама, зачем ты бросила меня? Я сиротой вырос, это страшно. Слезою пропиталась простыня, со мной обращаются валяжно. Скажи, родная, я тебе чужой, ребенок, о котором ты забыла. Тебя зовет растерзанной душой, но ты ко мне совсем не приходила. Хотелось так прижаться и забыть, что бросила кровинушку когда-то. Я был готов предательство простить. Ты не пришла, оно тебе не надо. У воспитательницы ласки я не ищу. Я маму жду, любимую, родную. И этой встречи радостной живу, как обнимаю маму и целую. Оглядел отпас. Керектігін байқайсың да. Керемет, ізгі тілектер. Айтма жаңа жүректеріңізді, ізгі жүректеріңізді бір сыпыра өз тілектеріңізді бір сөзбен айтыңыздар. Әрқайсыңыз. Мен өз отбасыма денсаулық тілеймін. Рахмет, келесі. Мен өзімнің отбасыма бақыт пен татушылық тілеймін. Бүгінгі сабақ қалай сіздерге? Ұнады ма? Өздеріңізге не алдыңыздар? Мен бұл сабақтан түйгенім үш түрлі бұл сабақтан түйген отбасының құндылықтарын және отбасының маңыздылықтары жайлы өттік. Және менің түсінгенім түйгенім үш тілде полиглот өткіздік. Ол бізге бір жағынан пайдасын тигізді. Және маған қызық болғаны неше түрлі кластерлер істеп топқа бөлінгеніміз ұнады. Рахмет, Мөлдір. Қосарларыңыз бар ма тағы? Мен айтайын, Чапай? Мен айта қойыңдар. Мен өзімді жақсы сезіндім. Маған ең ұнағаны және қызық болғаны топпен жұмыс істегеніміз болды. Енді үй тапсырмасы, шығармашылық тапсырма беріледі сіздерге. Болашақ отбасында қалай елестетесің? Сол туралы қысқаша тапсырманы жазып, дәптерлеріңізге
келесі сабақта талқылаймыз. Ал енді қорыта келесіздермен бүгін. Осымен біздің сабағымызды өз мәресіне жетті. Жалпы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отбасыларыңызға әрқашан береке, бірлік, татулық орнасын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар, студенттер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз, апай.